Қайырлы күн, құрметті тіл үйренушілер. А2 базалық деңгейдің жаңа сабағын бастаймыз. Сіздермен сабақ өтетін Алматы облысы тіл оқу әдістемелік орталығы Панфилов аудандық филиалының меңгерушісі Аслан Маратұлы Қалибеков. Бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы бас кейіпкерлер. Грамматикалық тақырыбымыз алу етістігі. Жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Көз, қал, қара торы, қас, құлақ, секпіл, сұлу, сұңғақ бойлы. Грамматикалық тақырыбымыз алу модальдік етістігі. Алу етістігі негізгі және ауыспалы бір нәрсеге ие болу, меншіктеу, пайда түсіру, кіріс кіргізу мағыналарында қолданылады. Сонымен бірге көмекші етістік рөлінде істеп көру, әрекеттену, бір нәрсенің қолынан келетінін көрсету мағынасында қолданылады. Орысшаға аударғанда могу, можешь сделать сөздері сәйкес келеді. Мысалы, мен қазақша сөйлей аламын. Балам, сен үйге өзің бара аласың ба? Оқыңыз. Нұрбек пен Айбек. Менің егіз ағам бар. Біреуінің аты Айбек, екіншісінің аты Нұрбек. Біз бәріміз ата-анамызбен бірге Қарағанды облысындағы Қаражал ауылында тұрамыз. Мен Қара Шаңырақ есімін. Әке-шешеммен бірге тұрамын. Ал егіз ағам отау тігіп отбасыларымен бөлек тұрады. Бауырларым бір-бірінен айнымайды. Екеуінің де көзі қара, шашы қоңыр. Олардың әуестігі де ұқсас. Егер балалық шағында Айбек маркалармен әуестенген болса, Нұрбек төсбелгілерді жинады. Екеуі де қазір спортпен айналысады. Олардың бір ғана айырмашылығы бар. Айбектің мойнында кішкентай ғана қалы бар. Бірінші болып дүниеге келген Нұрбек. 10 минуттан кейін дүниеге Айбек келді. Қазір олардың жасы 28-де. Егіз бауырлар өздері туралы талай қызықты әңгімелер айтады. Егіздердің біреуі ауырса, екіншісі де ауырып қалады екен. Бір қызығы, олардың тістерінің де орналасуы бірдей. Соңғы жылдары бір-бірімізге қатты ұқсаймыз. Бұрын мен толықтау, ал Нұрбек арық еді. Қазір бірдейміз. Тек қана маған қарағанда Нұрбектің бойы сәл аласа, дейді Айбек. Мен банкте департамент меңгерушісі болып жұмыс істесем, Нұрбектің өз фирмасы бар. Ол азық-түлік сатумен айналысады. Көшеде оның әріптестері маған неге амандаспайсың деп ренжіп қалады. Мен Нұрбек емеспін, Айбекпін. Нұрбек менің сыңарым дегенде ғана түсінеді, дейді Айбек. Егіз бауырлардың ұқсастығы мен айырмашылығын шеңбердің тиісті орындарға жазыңыз. Тиісті қосымшаларды қосыңыз.
Тексеріңіз. Модальдік мағынасы бар 7 сөйлемді белгілеңіз. Тексеріңіз. Сабақ аяқталды. Үй тапсырмасы, әртістер туралы мәліметтер жинаңыз. Сау болыңыздар.